Сәлем баршаңа, құрметті оқушылар. 290-ға арналған БЖБ, бірінші БЖБ, рационал сандарға амалдар қолдану. Бірінші нұсқа, орындау уақыты 25 минут. Сонымен бұл жерде 4 тапсырма бар. Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтемін. Сонымен қолдарыңа қалам алып, дәптер алып, мұқият тыңдап отырыңдар. Егер сұрақтарың болса, комментарийға жазыңдар. Менің Instagram, TikTok каналдарыма және YouTube арнама жазыла алыңдар. Сонымен бірінші есептеңіз. Бұл жерде бірінші амал жақша, екінші амал жақша дейміз, сосын үшінші амал бөлу, төртінші амал көбейту дейміз. Бірінші амал шығарамыз, минус 2 қосылған 1,12-ден 7. Бұл жерде былай істейік. Мына бүтін санның бөлшегі жоқ. Оны бөлшек жасайық одан. Минус 1 бүтін дейміз да, ал 1 бүтіннен біздер былай 12-ден 12 деп бөлшек жасаймыз. Былай шыққан кезде 2 ол деген 1 қосу 1. Ал 1-ді біздер бірінші бірді көшіріп аламыз, екінші бірді біздер қалағанымызша, мысалы 12-ден 12, 3-тен 3, 4-тен 4 қалағанымызша бөлшек қылып жазып алуымызға болады. Және ол былай жазылатын. Қосылған 1,12-ден 7 болады. Тең. Мына минус 1 мен мына плюс 1 жойылып кетеді. Яғни минус 1 плюс 1 ол 0-ге тең. Сонда не қалды? Минус 12, 12-ден 12 қосылған 12-ден 7. Мына минус пен плюс минусты береді, яғни азайтамыз. Сонда 12-ден мына 7-ні азайтсақ, минус 5 қалады. Сонымен бірінші жауап минус 12-ден 5. Екінші жақша дедік біздер 8-ден 3 азайтылған 6-дан 1 тең болады. Ортақ бөлім 24 болады. 24 8-ге бөлсек қосымша көбейткіш 3 болады. Мұнда 4 болады. Сөйтіп екеуін көбейтетін болсақ, 9 азайтылған 4 тең болады 24-ден 5. Енді үшінші амал ол біздер бөлеміз. Бірінші және екінші жақшадағы шыққан нәтижелерді. Минус 12-ден 5 бөлінген 24-ден 5. Бірінші бөлшекті қалдырамыз. 12-ден 5 деп екінші бөлшек көбейтіліп кетеді. Яғни 5-тен 24 болады. Сонымен 5-тер қысқарады. 24-ті 12-ге бөлетін болсақ, минус 2 болады. Бұл жерде 2. Минус сақталады. Соңғы төртінші амал. Осы минус 2-ні көбейтеміз 4,3-тен 1-ге. Минус 2-ні қалдырамыз да, ал 4,3-тен 1-ді бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Жай бөлшекке 3-ті 4 көбейтеміз, 1-ді қосамыз. 13 тең болады. 2-ні 13-ке көбейтіп жіберсек, минус 26 бөлінген 3 болады. Енді мына жерде бөліп аласыңдар. Минус 26-ны жақша бағындап 3-ке бөлетін болсақ, 8-ден аламыз, 24 болады, 2 қалды. Сонда минус 8,3-тен 2 болады. Сонымен бірінші есеп осылай шығады. Келесі өрнектің мәнін табыңыз дейді. Мына жерде периодты бөлшек тұр. Естеріңде болатын болса, мындай формула бар. А бүтін Б оннан Б, сосын немесе Б, сосын периодты тағы да С деген сан болады. Оны біздер былай жазатын едік. А бүтін қалады, Б-ны көшіреміз, азайтамыз 1-ні, сосын 9 0 дейміз. Жақшаның ішінде қанша цифр болса, сонша 9 жазамыз. Ал мына жақша мен үтірдің арасында қанша 0 сан болса, цифр болса, сонша 0 жазамыз. Осы формуланы қолданамыз. Алдымен 0,127 периодқа деген санды осы айналдырып алайық. Мына жерде бөлшек болады. 237 азайтылған 23 бөлінген. Мына жақшаның ішінде 1 цифр тұр, сондықтан 1,9 жазамыз. Ал мына жерде 2 цифр тұр, сондықтан 2,0 жазамыз мына жерге. Тең болады. Азайтатын болсақ, 214 болады, бөлінген 900. Сонда біздер мына периодты бөлшектен жай бөлшекке өттік. Тең болады. Мына 2-ке қысқартып жіберетін болсақ, 450, ал мында 107 болады. Сонымен бұл біздер бөлшекті айналдырып алдық. Енді осы санды біздер қосуымыз керек қой. 107, 450, 107-тен қосылған 450-ден 43. Мына бірінші амалды орындап жатырмыз. Сонда ортақ бөлім дайын тұр 450, ал мында 150 болады. Екеуін қысқартып жіберетін болсақ, 3-тен 1 болады. Екінші, бұл енді барлығы бірінші амалым болды. Екіншісін қараймыз енді. 0,5 61 периодта оны айналдырамыз қазір. 561 міне осылай көшіріп аламыз да, азайтамыз 5. Сосын бұл жерде 990 болады. Енді жақшаның ішіне 2 цифр, сондықтан 2 9, ал мына жерде 1 цифр, сондықтан 1 0 жазамыз. Тең болады 556 бөлінген 990. Оны тағы да біздер 2-ге қысқартып көрейік. 2-ге қысқартатын болсақ, мына жақта 278 болады, ал мұнда 495 болады. Қазір көрейік тағы да. Мына жерде 556 бөлінген 2,
2-ден береміз, 4 болады. 5, 7, 14, 6, 8 барлығы дұрыс. Енді 990 492 қысқартқан кезде 495 болды. Енді азайтамыз. Бұл жерде 278 бөлінген 495 азайтылған 113 бөлінген 495. Ортақ бөлім солай 495 қалады. 278-ден 113 азайтатын болсақ, мен мына жерде міне азайта салайын. 5 болады, 6 болады, 165 болады. Мына 2-10 қысқартсаңдар да 3-тен 1 шығатын жерде. Сонымен не болды? Бірінші алымында 3-тен 1 шықты, бөлімде де 3-тен 1 шықты. Сонда мына жақта 3-тен 1 бөлінген 3-тен 1 болып тұр. 2-10 қысқартып жіберсеңдер, жауап 1 болады жерде. Екінші тапсырма осылай шығады. Келесі үшінші тапсырма мынандай көбейтудің үйлесімділік қасиетін орындалатын А, Б, С сандары арқылы тексеріңіз дейді. Жақсы, А-ның орнында бізде 0,2 тұр, Б-ның орнында минус 0,3 тұр. Жақшаны жабамыз, сосын көбейтілген сыртында минус 0,5 ол С тең болады. А-ның орнына 0,2 қоямыз, С-ның орнына минус 0,5 қоямыз. Қосылған Б-ның орнына минус 0,3 қоямыз, және С-ның орнына минус 0,5 қоямыз. Мына формуладағы барлығының орнына А-ның орнына А-ны, Б-ның орнына Б, С-ның орнына С сандарын қойып шықтық. Енді тексереміз қазір. Шынымен осы орындала ма жоқ па? Бірінші мына жақшаның ішінде 0,2 азайтылған 0,3 болып кетеді. Минус 0,5-ті көбейтеміз, тең болады. Мына жақта минус екеуін көбейтетін болсақ, 0,110 болады. Сосын 2 минус плюсті беріп жібереді, мына жақ қосу болады, 0,115 шығады. Сосын мына жақта минус 0,1 жақшаның ішінде 0,2-ден 0,3 азайтатын болсақ, сосын көбейтеміз. Минус санды минус санға көбейтсеңдер, плюс болып кетеді. Сөйтіп 0,1-ден 0,5-ке көбейтсеңдер, 0,105 шығады. Мына жақта азайтатын болсақ, минус пен плюс азайтуды береді, сондықтан 15-тен 10-да азайтасыңдар, 0,105 шығады. Шынымен де бұл үйлесімділік қасиеті орындалады. Келесі, Алихан бір санды ойлады. Осы саннан 0,15 алып, нәтижесін 1,2-ге көбейткенде 7,2 саны шықты. Алихан бастапқыда қандай сан ойлады? Бастапқыда бұл теңдеу шығады. Бұл есептерді теңдеу арқылы шығарамыз. Бастапқыда ойлаған саны x деп аламыз. Сосын осы санды 0,15-ті азайтты. 0,15-ті азайтты дейік. Сосын нәтижесін 1,2-ге көбейтті. Мына шыққан санды 1,2-ге көбейтті. Көбейткенде 7,2 саны шықты дейді. Онда тең болады 7,2 дейміз. Енді осы x табу керек бізге. Бастапқы ойлаған санды табу керек. Былай істейік. Теңдеудің екі жағында біздер 1,2-ге бөліп жіберейік. Сонда 1,2 мен 1,2 қысқарады. X азайтылған 0,15 шығады. 7,2-ні 1,2-ге бөлетін болсақ, ол 6 болады. Сөйтіп минус 0,15-ті оң жақ қарай өткіземіз. Минус таңбасы ол плюс таңбасы. Плюс таңбамен өтеді. Сонымен жауап 6,5 шығады. Сонда Алихан бастапқыда ойлаған саны 6,5. Достар, видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, парақшаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер.